Не қадірлі? Әкеңнің айтқан сөзі қадірлі. Анаңның қараған көзі қадірлі. Әкеңнің істеген еңбегі қадірлі. Бала әкеге ергені қадірлі. Ананың берген мейірімі қадірлі. Адамның жұмсақ пейілі қадірлі. Әбден көңілі қалған адам ешкімді тыңдағысы да көргісі де келмейді. Өйткені кезінде сол адамды күтіп, тыңдап, көңілі қалған. Өтіріктен кім өліпті дейді жұрт. Әрине, өтіріктен адам өлмейді. Алайда өтіріктен сенім өледі, көңіл өледі, достық өледі, адамгершілік өледі. Адамгершілік арзан адамдарға кездеспей тұрған қымбат байлық. Адамның бір ауыз сөзі жаныңды емдейді. Бір ауыз сөзі жаныңды жерлейді. Не істесең де жаға алмайсың жаманға, ынсап шүкір аз болады адамда. Бір жамандық қылсаң болды істеген, мың жақсылық ұмытылар табанда. Бір тамшы өтірік мұхиттай сенімді бұзады. Көзімдегі әрбір аққан жас тұғам, сол таңдаған таңдауынан тапшы мән. Маған қылған істеріңнің барлығында бір Құдайға тапсырам. Жүрегіме жара салып кет мейлі, тағдырымды аямастан теп мейлі. Бәлкім менің күшім саған жетпейді, Құдай бар ғой, Құдай бәрін реттейді. Сені бағын тауып алды деседі, байқамасаң ол да бір күн өшеді. Маған қылған істеріңді кешегі, Құдай бар ғой, Құдай өзі шешеді. Күлдің бе енді байқа, бірақ байқағың, әрбір іске болады екен қайтарым. Көзімдегі жастарымен бір күні, барлығында Құдайым айтамын. Шындық бар жерде өтірік байқап жүреді. Шындық жоқ жерде шіреніп, шайқап жүреді. Үлкен сабақ аларсың өмірден де, сене берме себепсіз көрінгенге. Қолдап жүрген жандарға қолыңды соз, қорлап жүрген жандарға көңіл бөлме. Өмір бір сәт өтеді де кетеді. Біреу сынап, біреу күлкі етеді. Көңілдерге жылу төгіп жүрейік, қатыгездік онсыз да көп жетеді. Бірде ащы, бірде тәтті өмір деген, сол нәрседен қалады көңіл деген. Сыйластықта болайық жақсыларым, мәңгі өмір ешкімге берілмеген. Өміріңді сені уақытша емес, мәңгілік керек қылатын жанмен өткіз. Өмір кешіруді үйретеді, бірақ ұмытуды үйретпейді. Өмір қарауды үйретеді, бірақ көруді үйретпейді. Өмір естуді үйретеді, бірақ сенуді үйретпейді. Қызды бұзатын да, ақылды қылатын да, көзінен жас шығаратын да, ең бақытты жан қылатын да, сүйген, сенген ер азаматы. Жүрегіңе тыныштық сыйлаған жанды тыңда, сені қалайды, бақытты қылады сол жан. Сенің қадіріңді білмегендерге ренжіме, себебі олар сыйластық пен құрметті түсінбейтін қадірсіз адамдар. Қадірімді білмей жүргендерге қабірімді қазып жыларсың. Барымды сезбей жүргенде жоғымды ұғып жыларсың. Барымды сыйлай білмесең, жоғымды ертең ұғарсың. Саған шынымен ең жақын адам ол, сенің өткен өміріңді білетін, болашағыңа сенетін, қазіргі жағдайың қандай болса да дәл солай қабылдайтын адам. Анаңа ауыр сөз айтпа, ағайын алтау болса да, анаң біреу. Анаң бір қолмен ұрса да, бір қолмен аялайды. Анаңа рахым етпесең, балаңнан рахым күтпе деген. Анаңызды барында қадірлеңіз, жақсы көріңіз. Анасы бар адамдар бақытты. Өмірдің қадірін өлім келмей тұрып біл. Денсаулық қадірін ауырмай тұрып біл. Жастықтың қадірін қартаймай тұрып біл. Дәулетіңнің қадірін кедейшілік келмес бұрын біл.
бос уақыттың қадірін ол өтіп кетпей тұрып біл. Бәрі қайтып келеді. Жақсылық жақсылықпен, жамандық жамандықпен. Жаман адамдарға бола, болмысыңды жоғалтпа. Жақсылық жасап жүрейік. Әр қадамым, әр демім үшін, әр қиындық, әр бақыт, әр сәттілігім үшін, әр жылағаным мен күлгенім үшін, және жүрегіммен сүйгенім үшін Аллаға сансыз шүкір. Сәл қателігің үшін сыртыңнан сөз етіп, өсектейтіндерге еш көңіліңді сүруші болма. Кейбір жандар өзі құлап жатып, сүрінгенге күліп, сөз етіп, өздерін періште санап жүреді. Бір адамды түсінгенше, жарым өмірі өтіп кетеді. Бір адамның қадіріне жеткенше, біреуі өліп кетеді. Сондықтан түсінгендерді бағалап, түсінбегендерді саралап өтетін өмір бұл. Өз жағдайы үшін саған ренжіген адамдар сенің жағдайыңның қалай екенін сұрап та қоймайды. Ешкімнің кетуінен алаңдамаймын. Қаласа жолдас болар, қаламаса жолын табар. Саны бар сапасы жоқ, сапасы бар опасы жоқ жандарға мұқтаж емеспін. Бейнет көрме, біреуге бейнет берме. Дүние алдамшы, өмір қу деп елірме. Қамдан сақтан қалғып бақ бәле келсе, бәрін Құдай қылады деген керме. Сүйіспеншілік шыдамды да мейірімді. Ол көрген жәбірін есте сақтамайды. Үмітін еш үзбей бәріне шыдайды. Сүйіспеншілік ешқашан сарқылмайды. Дәулет берсең, сайлы қып бер. Өмір берсең, жайлы қып бер. Бау берсең, миуалы қып бер. Келін берсең, ибалы қып бер. Қара ниет батырдан сақта, көк толы қатыннан сақта, кеудесін керген келіннен сақта, кездейсоқ келген өлімнен сақта. Жағымпаз надан, жаудан жаман. Бір кішкентай баладан сұраған екен, кешіру деген не деп? Сонда әлгі баланың берген жауабы, кешіру деген ол гүлдің үстінен қанша таптаса да жұпар иіс шығарып тұруы. Мақсатыңызға жетпей, істі тастар болсаңыз, онда сіз жай ғана жалқаусыз. Жалқау адам ешқашан жеңіске жетпейді, ал жеңімпаз адам жалқау бола алмайды. Майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың, ал ірілердің арасында өзің де өсесің. Болмай қалды деп қайғырма, уақыты келгенде орындалады. Құдай кім армандаса соған үміт сыйлайды, кім сенсе соған ғажайып сыйлайды, және де кім жаратушымен бірге болса, оны ешқашан жалғыз қалдырмайды. Бәрі өзгереді, біз де, біздің айналамыздағы адамдар да. Өзгермейтін бірақ нәрсе бар, ол анамыздың махаббаты. Махаббатқа сенім артпа, ол сирек кездеседі. Адамға сенім артпа, ол тұрақсыз. Уақытқа сенім артпа, ол өзгермелі. Тек Аллаға сенім арт, ол құдіретті. Кім не десе, о десін. Өзіңдікі бұл өмір, өзің ғана сүресің. Бірде көңіл болмайды, бірде күнде күлесің. Өкінбесте етіп жүр, қашанғы тірі жүресің. Пендеге табынба, Алланың барында. Жүрексіз жандарға ешқашан жалынба, дүниеге бағынба, адамға жағынба, Тәңірім әрқашан жалғыздың жанында. Бағаңды білмейтін адамның қасында қанша мықты болсаң да құнсызсың. Адамға адам керек, сырласу үшін де, мұңды айту үшін де, сөйлесу үшін де. Біреу сені сағынады көргенше, біреу сені алдайды кеп сенгенше, қадіріңе жетпей біреу қоштасар, біреу сені сүйіп өтер өлгенше. Қатты бол, бірақ қатал болма. Адамдар сенен теріс айналады.
Жұмсақ бол, бірақ жуас болма, айналандағылар басынады. Айтпады ма, сұрама, шақырмады ма, барма, кеш шақырды ма, бастат. Өйткені сен ешқашан ол адамның жоспарында болған емессің, қадіріңді біл. Түсінбеген адамға түсіндіріп не пайда? Қадіріңе жетпесе, қадірлегеннен не пайда? Сый құрметті білмесе, сыйлағаннан не пайда? Жүрегіңді ауыртса, кешіргеннен не пайда? Қайғырма, күрсінбе, түңілме, уайымды ұмытшы бүгінге. Жазылған жараны тырнама, өткенге ол шаққа үңілме. Жаңа күн, жаңа сәт берілді, тереңге тарт тағы да деміңді. Баратын бақытты ойлада, алдағы аттай түс сенімді. Күнім-ау, қуан тағы күлімде, еске алма ескінің бірінде. Барлығы да тек жақсы болады, қайғырма, күрсінбе, әй бауырым, түңілме. Күліп жүрсең өмірде, күнің күліп қарайды. Үміті жоқ адамды жан жағынан талайды. Сенбеу керек өзгеге, бәрі сенің қолыңда. Өзіңді қой әрқашан ең бірінші орынға. Жақсы сөздер жүректі тербетеді. Көңіліңді күнменен тең етеді. Адамдардың еселеп қуанышын жылы сөйлеп жүргенге не жетеді? Күндіз күліп, түнде жылап алатын, өкпе-реніш іштен шықпай қалатын сәттер болады әркімнің де басында, жаныңды бір әуреге салатын. Сол сәттерде тұңғы ұйыққа батқанда, небір ойлар жегідей жеп жатқанда, өтпейтіндей көрінеді уақытың, сынақтардың күрмек дәмін татқанда. Сол сәттерде қалағандай мәңгілік, қалады екен шабыт жаның мәңгі ұрып. Дейсің қашан қуантады тағдырым, 5 күн мынау өміріңе мән кіріп. Еш қорықпа, мұның бәрі өтеді, бақыт саған берекемен жетеді. Білесің бе, мәңгі емес ештеңе, бұл күндерде, ей бауырым, бәрі өтеді де кетеді. Өлшеп берген өмірді сүруден еш шаршама. Құлазыған көңілден көзіңнен жас тамса да, күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама, күліп өмір сүре бер, аяғынан шалса да. Ешкімге ұқсамайтын өмірім бар. Бірде шың, бірде қырау көңілім бар. Десем де бәрі жақсы, бәрі тәтті, дегенмен де алмаймын, өмірім бал. Құласам, оған ешкім кінәлі емес. Пендемін, жығылмайтын шынар емес. Дүниеде бірде қараңғы, бірде жарық, мәңгілік мұздап тұрар шырақ емес. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.